бір ескерту, иншалла барғанда да ескертемін. Телефонмен қағуан түсіріп, иә, мысалы бірінші умрада телефон вообще қолданбаңыздар. Екінші умра қолданба. Қайтып баратсыз ба? Қайтып баратқан кезде түсіріп алыңыз. Сағыныш қой мысалы, қарап отырасың, не отырасың. Мен көбінесе істеймін. Бастапқы вообще түсірмеймін. Телефон не қылмаймын. Телефон қалтада болады, связьға неге отырасың. Бірақ қағбан түсіру мен көп ұяламын. Біреулер қағбан тауафта жүрген түсірер. Мен соңғы несінде қайтып баратқан түсіріп аламын. Тауаф жасап жатсам түсіріп аламын. Бір сағыныш болады. Кейін пайғамбарымыздың несіне, пайғамбарымызға сәлем беріп жатқанда солай. Хадисте айтады, пайғамбарлар қабірінде өлмейді дейді. Сен тірі пайғамбардың алдына келіп тұрсың. Тек не біздің алдымызда көзімізде көріп тұрған жоқ. Бірақ біз сәлем берсек ол бізге қайтарады. А сен алдында телефонмен түсіріп тұрсың. Мен ол жерде телефон ашып көрмеппін негізі. Ұяласың аяқты. Әдеп та ол үлкен әдеп. Пайғамбар жанына барып телефонмен түсіріп тұру, не қылып тұру. Именно сол жерде негізі қатты не қыламын да телефонға. Мен пайғамбарымыз мешіттің сыртын мысалы түсіріп алып, немесе мешіттің басқа жерінде жүрген түсіріп алып, бірақ дәл пайғамбардың алдына келіп сәлем беріп отырғанда, саллаллаху алейхи вассалам, негізі телефон шығару вообще керек емес. Вообще керек емес. Болмайды ол. Ұят болады да. Ғұламамыз айтады, пайғамбардың алдында тұрған немен әдеппен тұрыңдар дейді. Қатты жақындамаңдар, қатты алыстамаңдар, орта неде тұрыңдар. Бастарын салып алады. Пайғамбарды көп тұрғандай болыңдар дейді.